Сәлем достар, біз бүгін сіздермен атровентрикулярлы блокада туралы талқылайтын боламыз. Бұл, яғни атровентрикулярлы түйінде блок, яғни сол жерде импульстардың дұрыс өткізілмеуімен қамтамасыз етілетін блокада. Бұл кезде жүрекшелерден импульстар келеді ава түйініне, бірақ ава түйінінде қандай да бір блоктың әсерінен қарыншаларға импульстардың дұрыс жеткізілмеуінің салдарынан көрініс береді. Негізі ава блокаданың 3 дәрежесі бар. Бірінші дәрежесі негізі ЭКГ-да ешқандай көрініс бермейді және науқаста ешқандай клиникалық көрініс болмайды. Ал екінші дәрежесінде Мобиц 1 және Мобиц 2 деген екі типі бар. Мобиц бірінші типінде PQ интервалы әрбір цикл сайын біртіндеп ұзарып отырады. Қалыпты жағдайда PQ интервалы 0,12-0,20 секундтың аралығын құрайды. Ал бірінші Мобиц 1 типінде PQ интервалы әрбір цикл сайын біртіндеп ұзарып отырады. Ал Мобиц 2 типінде PQ интервалы бірдей ұзарып отырады. Яғни бірінші типте біртіндеп ұзаратын болса, екінші типінде бірдей ұзарып отырады және әрбір П-дан кейін арасында QRS комплексі түсіп қалып отырады. Яғни ол жерде Самойлов-Венкебах кезеңі деп атайды. Ол жерде пауза болады. Мобиц 1 типінде де, Мобиц 2 типінде де. Ал үшінші дәрежесінде қарыншалар мен жүрекшелердің арасында мүлдем байланыс болмайды. ПП-лардың арасы бірдей болады, яғни жүрекшелердің жиырылуларының арасы бірдей болады және РР аралықтары бірдей болады. Бірақ, мысалы, қалыпты жағдайда П-тішесінен кейін QRS комплексі орналасу керек қой, ал бұл кезде ондай емес. П-тішесінің аралығы бірдей және РР аралықтары бірдей, бірақ бір-бірлерімен мүлдем байланыс болмайды. Бұл атровентрикулярлы түйіннің 3-ші дәрежесі болып табылады. Сіздермен бүгін талқылағанымыз атровентрикулярлы блокада. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше.